Тынышталай, құрметті ағайын. Құда Қытайлардың бір ауыз тілегіне куә боламыз. Кәне, үлкендерден бастайық, кәне. Құрметті Құда Сайлауға, сізді міне мерейтойыңыз, еңбегіңіз ақталып, зейнеткерлікке шыққан тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін шешеміз келіп құттықтайын деп еді, бірақ келе алмай қалды. Енді сол істің атынан, туған-туысқандарымыздың атынан сіздерге сәлем айтып отырып, міне Гүл апай екеуіңіз бірге көп ғұмыр өмір сүріңіздер, бала-шағаларыңыздың көріңіздер, әрқашан немере шөбере сүйіп. Енді сіздің жолыңызды Сайлауға Мержанға берсін. Үлкен азамат болып сіздердің алға қойған мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындала берсін. Осы мына шөбере немере балаларыңыз орындасын. Денсаулық тілеймін, дастархандарыңыз тек қана қуанышқа жайыла берсін. Аман есен болыңыздар. Құрметті жаңа сөйлеуіктер, дауыс мейрамдарын қайырлы құтты болсын. Ал Сайлауға туған күніңіз қайырлы құтты болсын, басында аман деніңіз сау болсын. Немере балаларыңыз қызығын көріп, ортасында шаттық күлкімен Ғали апай екеулеріңіз жүре беріңіздер. Ал құрметті ағайындар, той құтты болсын. Сайлауға Ғали апайдың бүгін ұлыс күні күні Наурыз мерекесімен қатар келіп жатқан мерейтойларыңыз құтты болсын деп білемін. Енді біздің өз әулетте той болады екен, бір-бірімізге айтып жатқанда осында жаңа апайда мито ғылым дегендер бәрі ойбай ойшылар мен жақсы көреді деп бәрі жарысып айтып жатады. Сол сияқты енді үлкенді сыйлап, жасты сыйлап өз бәрімізге сондай жақсы, бәрі жақсы көретін сондай құдамыз. Енді осы еңбегіңіздің жемісі, рақатын жағын көріңіз, Құдайдың берген жасын жасай беріңіз. Құдайдың қосылып, бала-шағаңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, ортамызда осылай сүйікті құдағыдай жүре беріңіздер. Құрметті бүгінгі тойға жиналған қауым, барлықтарыңызды ең алдымен қазақтың әз-наурызы менен жаңа жылмен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қазақтың әрқашан дастархан осындай тойға жайылып, қазақтың аспаны ашық болып, іргеміз тыныш, елдің іші берекелі болсын. Барлықтарыңыздың отбасыңыздағы балаларыңыз аман болып, қазақтың тек қана бәр уайымы осындай той жасау болсын. Енді Сайлауға біздің әулеттің оң баласының ең сүт кенжемізді алып отырған біздің ең тәтті құдамыз. Барлығымыз осы мына ата-анамыздың әулетінен ұшып шыққан барлық бала, барлық құда жекжат бұл кісілерді төреміздей күтіп, барлығымыз қатты сыйлаймыз. Өйткені үйдегі ең тәтті, ең еркек қызымыз осы келіні. Сайлауға мен Ғали апаймен құда болғалы бұл кісілердің бір қабақ шыққанын, бізбен бір басқадай жағдайда әңгімелескенін көрмеппіз. Сондықтан да баламен де, үлкенмен де тіл табысып, бәрімен емен жарқын, ашық көңілмен сөйлесіп жүргендіктен барлығы бір кісідей сыйлайды кісілерді. Сондықтан енді бүгінгі той біз үшін өте үлкен мәртебе, өте үлкен мереке. Соның тойдың өзі осы ұлыстың ұлы күнімен қатар келіп тұр. Енді Сайлауға Ғали апай, сіздерге мынау Алла тағала өзінің сүйген құлына ғана сыйлайтын, еңбектің зейнетін көретін, осы еңбекті көріп келіп барлық құда жекжат, жора жолдас, көрші болған, бірге істеген қызметтес азаматтардан жақсы лебіз еститін осындай бір мәртебелі күнде тұрғаныңыз өте қуанышты деп ойлаймын. Осы мерейтойыңыз құтты болсын. Сіздерге әлі де өмірдің үлкен жақсылықтарын тілейміз. Мынау Алланың берген бала-шағасының қызығын көріңіздер. Қашанда дастархан жақсылықтар жайылсын. Енді шаршамай, шалдықпай, әлі де қызмет істейік деп ойлаймыз. Мынау елімізді жан-жақпен бүкіл әлеммен ұштастырып жатқан қазақтың темір жолын
жасқа толған туған күні, зейнеткерлікке шыққан үлкен мерекесі құтты болсын. Галя апа екеулеріңіз бақытты болып, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, тек қана ақсақалды сағынысты болып, ауырмай сырқамай, отанында тек қана қызықтарымызды бірге бөлісіп, ойнап күліп жүре беріңіздер. Бүгіндеріңізге береке құтты болсын деген айтқым келеді. Қалғаныңыз қосыламыз ба? Бәрекелді. Құрметті Құдайге кеттің іші сайлауға. Бүгін сайлауға жаман мақтады ғой. Баяғыда бір депутатты сені еліңе барып сайлаймыз, барамыз. Енді сайлау алдында мақтау керек, елдің бәрі сені сайлау үшін деген ғой. Енді ауылға барып мақтаймыз, бірақ енді сен өзің сондаймын деп ойлақама депті. Бірақ енді бәрі сайлаудамыз мақтавадыр. Несі Галя апайымыз алды. Үйіне барсаң қуырдақ істегенде ішінен рошки таба алмайсың. Шын айтамын, түріне қарамайды, бірақ сала-сала. Ет асқаннан соны мүшеге қарамайды. Дәл қазанға салып қояды. Сондықтан Галя апайымызға бір шабылар қойыңызшы, мақтап атырмыз, құдағыз мақтап. Мен аға, ұстап кет қамай сисиябаттарыңызды берсеңіздер деген ойламыз, шабылар қойыңыздар сисиябаттан ұстап алып. Бәрекелді. Қалайын барамыз, демай. Айта сабыстақында жүгіреді екен нақсылар. Әзілдеп отырмын. Құдаша болғаннан, осы елдің құдашалары болғаннан әзілдеп отырмын. Мен жаңа айтып отырмын, мен тілек айтқанда жерде үлкен апайымыз бар, қайна апайым, бажам, үлкен қайнаған бар мына жерде. Әдемі тілек айтты бұл кісілердің аттан тамаша ән айтып келіп тұр, құрметті ағайын. Сондықтан сіздер биге шақырамыз. Тілектеріңіз қабыл болсын. Құдамыз мұң жасасын сіздер билеген ортада. Ал құрметті ағайын әдемі айтылған құда балалардың құдашалардың тілегіне қалдырмай алып, асқазанға салып қойыңыздар. Той құдасын. Сіздер биге. Ойнайын тайындап атқан жоқ, мен ақсақалдар ойнайын атпаймын ғой. Президент бар. Берем десек тұра қалады ғой. Бәрекелді құдағи, шабалап қойыңыздар. Құрметті ағайын, нағыз мәдениетті адамдар осы кісілер. Бес деді, адам баласы жоқ, тойын еш жоқ. Тойын еш жатта келді. Өксіп, ресторанның алдына келіп, шын көңілмен келдім мен. Мен бесте бар, бесте барып, үшін тәлді бірақ қайтам деп кеп тұр ғой. Сондықтан мынау қонақтың алды, бүгін сайлау одағының
үйінде Ақтөбе қар жарылған. 46 жыл не жинадың, соның бәрін шашам деді бұл. Қазақ бір жиғанда, қуанғанда шашталатын қалып, сондықтан сіздерге приз бар. Әкеліңдерші призді, шабалақ қойыңыздар. Шабалақ қайда шабалақ? Әкеліңдер призді. Бұған сіздер тез қосылыш. Бәрі келді. Әне. Так, қалеға. Мұнау Теле2, сіз жақта ұстайтын білем. Сізде Билайн ұстайды. Сізде Билайн. Нағыз білем, Астанада Теле2, безде митинг ішінде 320 минут тегін 500 мың единицасы бар. Мұнау енді приздің алды ғана. Бер жағы ғана. Ағайын осыдан кейін ән айтып, би-билеп отырған адамға мына приздің алды, арты Астанадан 2 миллион үй ақшасын төлеп тұра бересіздер. Шабалақ қойыңыздар, рахмет сіздерге. Өстіп тойдың алды болып қалмай жүріңіздер. Орамал том болмайды, жол болады, сіздің үйде де той болсын деген ниет қой. Шабалақ қойыңыздар, ағайын. Тойға атсалысып отырған адамдардың барлығына приз бар негізде. Түгел жаңағы Кенжебай Олдас деген Астанада істейді. Жаңағы Мейіржан деген ұлдарыңыз Темір жолда істейді. Түгел береміз деді ғой. Қайтқанда бір-бір қойдан ұстап келеміз деді. Таксиме келгендер өкілі отырған шығар. Той боласын, әзіліміз жарасып, бүгін приздан құр қалмаңыздар. Тағы бір тос кезегі бөлелер. Бөлім үшін өлім деп кеп отырған бөлелер. Ыршан, Жанар, Гүлнар, Нұралы, Жанка, Нұрсұлу, Сейітқазы, Әмина, Қайрат, Рая, Айнұр, Руслан, Бақытжан, Айнұр, Ерлан, Динара, Ғазы, Мәсем, Туғыл шабалағыр бөлелер ода жағдай қане. Шабалақ үш жерде, билеп, бөлелер! Жан сап жүрген бөлі. Ішіне қызыл киіп ап, пағазы жүріп, билеп жүр. Абдуши келген адамсыз ғой. Шабалақ қойыңдаршы. Тойға келгеннен кейін осылай келу керек қой. Билеп, ән айтып, ортаны жарып, содан кафе жабыламыз дегенді бірақ айту керек қой. Апа келіңіз, көштің басы, апамыздың кигені камзол екен, түймелі. Бәрекелді, бөлі ағамызға шабалақ қойыңдар. Оны айтасыз қазір микрофон бергенде. Қазір қандай анамызды күшті киіндіріп алған балаларыңыздан айналдым деп бір шабалақ ұрайықшы. Аналарды осылай ұстау керек ағайын. Апарғанда гүл қып, міне тістеген маржандай. Бәрекелді, өзіңізді қымадық қойыңыз, кейін айтамыз ғой. Әзіл, енді осындай аналарымыз көштің басын бастап Галабайдың бөлесі әдемі тілек айттыңыз. Соңға кісілер айтады ғой, өзіміз іріктелмей қағалап сөйлейді деп. Оған да келісеміз. Әзіл ғой. Сайлау туған күнің қайырлы құтты болсын. Білмеймін ғой, естіп қалды. Сәлем ғой, алтыным берген.
келесі жүзге келгеніңді тойлайтын болайық. Осы дастарға жақсылыққа жайылсын. Бүгінгі құтты мереке күнінде тойлап жатырмыз. Осы құт мереке кетпесін неңнен. Ал Галя, мына енді ақсақалыңды жақсылап күт, жүзге келген тойлайтын болайық. Жүзге келген тойлайық, шамалап қойыңыздар. Ал, енді. Қайсы? Аға, келіс. Сіз ең әлем билеген ағамсыз. Келіс. Шамалап қойыңыздар ағамызға. Тойға атушы келген ағамыз. Құрметті қонақтар, бүгін жездеміз 63-ге толып жатыр. Бағанадан жақсы тілектер айтты, темір жолдағы бастықтар жақсы тілек айтты. Бұл кісі жұмыс істейді, керемет істейді. Ұйқы жоқ, күлкі жоқ, жұмыс істесе кетеді. Галяпом марқасы осының бәрі. Галяпомнан дағы ұстаса, енді келіндері бізді осылай ұстаса жаңа беді. Сайратып. Галяпом марқасы енді. Ал жезде бала-шағаларыңыз қызын көріңіздер, бақытты болыңыздар. Бағанадан айтып жатыр ғой, 100 жаса деп. 100-ді біледі, 100-ден асып білесің бе, бір Алланың жасауын жасаңыз енді. Бір Алла біледі, бірақ апайымды күтіңіз, пенсияға шығып деп жатыр алмай. Осының бәрі бала-шағаның арқасы, бала-шағасылар аман болып, немере шөбере көп болсын, денсаулық білемін. Сайлау, міне бүгінгі зейінге шыққан мерейтойын құтты болсын. Денің сау болсын, Галя екеуің аман есен, қосақтарымен қосағар балалары мен немерелерінің қызығын көріп жүре беріңдер. Бүгінгі наурыз мерекеміз құтты болып, мол болсын, ырыс береке, құт әкелсін. Барлықтарыңызға де зор денсаулық тілеймін. Тойларың аман есен, жақсы өтсін. Соған тілектесін. Береді оның жаста қол соғып отыр ғой. Келісші. Пайғамбарды күйеу бала сыйлаған, келіс. Жасыр машандағында фигураны қалай жасарсың? Тығылып түрінші. Арт жақта здоровый бол. Пайғамбарды күйеу бала сыйлаған шындық ол. Ал. Бала-шағаңыз қызығын көріңіз, осылай зейнетте қасыңызға демей шөптеріңізді жинап алып, пенсияңыздың бәрін соларға беріңіз. Денсаулық дейміз. Сіз бе? Туғылса балағырақшы қарай. Мен сізді тос сөйлейді келіп шығады деген ғой, қасына тұру үшін шықтыңыз ба? Бәрекелді. Аға, келіңіз. Келіңіз. Жиналыс деп жүресің, демалыс деп жүресің, жүгіресің далаға, жүгіресің қалаға. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайтын жездеге. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайтын жездеге. Ал жерде туған күніңіз қайырлы құтты болсын. Жапырағын жайын бәйтерек, тереңінен тартқан тамырың, сезбедім әке ертерек, жаныңның ыстық жалынын. Сезбедім әке ертерек, жаныңның ыстық жалынын. Шапағат нәрін жайыпсың,
Basınızdan bak etmesin, aslınızdan tak etmeyin. Allah'ın bergen jası jasay beriniz. Toyunuz toyulas. Бәрекелді. Жана тамаша бір әке туралы өлең айтып көрдіңіздер ғой, ағамыз. Ардақты әке болған Сайлау ағамызға бір шабыт алайық шағайын. Әкелер жасай берсін деп Сайлау аға өзімізге ағамыздың әнін жалғастырып, әкелер туралы бір ән айтамыз. Енді мына бөлелер ортаға шығып бір тамаша күй көрсетші. Дайындалып келіппіз, бәріміз тағы күштеген. Ортаға шығайық, той қыласын ағайын. Бөлелер жазасын деп алып, асқазанға салып қойық шандағы стаканда тұрған бәлен. Той қыласын. Сайлау аға сізге арнап әке туралы қабылыңыз. Бөлелер ортаға шығып билейші, ортаға. Ортаға мынау. Мұхтар ағамыздың немересі Айгерім Қамажай билейін деп жатыр. Сіз билейінесіз ғой, тақтамыз өкші. Айгерім билейді. Әппәк көйлек киген сұлу қызымыз Сайлау ағамызға арнап. Кәне, жібер. Кәне, Қамажай. Кәне. Шабалақ кәне,
кішкентеріңіз қылған. Қане, шабып келейік. Ең алғаш көрермендердің бірі сіздерсіздер, сондықтан талабынан нұр жаусын айналайын. Ду қосып қошеметтер. Алла жолын тек қана ақ қылсын ағайын. Ал құрметті ағайын, сәт түстік қазір антракт болайын деп жатыр. Аға сізге мешет жасап жүргенде бұзамыз. Мына жақта тойда жүредік. Той болып жатыр еді. Енді мынау Сайлау ағамыздың жақсы көретін советский киноларды жақсы көретін білесіздер ғой. Сол кинолардан үзінді музыка қоямыз, кім қандай кино табады, соған Құдай тәубе байлығы жетеді. $1 пачка бар. Соның бәрін берем, әкеш. Қазаққа көз өтмесең. Анда. Міне ағайын, $1 пачка $100. Бірақ беттеріңізге айтайын, мынау шын доллар емес. Өтірік доллар. Бірақ қазір тапқан сайын $300, $500 таратам. Ол долларды қалталарыңызға сақтап қойыңыздар, артынан аукцион болады, қып-қызыл. Сайлау ағамыздың бірінші мінген ақ девяткасын кім біледі? Сол девяткадан бастап тігіледі қазір. Аукционда. Мына ақшаны жинаған адамға неше түрлі приз тігіледі, сол кезде аукционда сатып аласыздар. Түсіндік қой, ойын чарт. Қазір Сайлау ағамыздың жақсы көретін фильмдарынан музыкасы қоямыз. Кім тауып отырады? Қаттырақ айғайласын. Құлағым естімейді. Кеттік. Мына ашығыздар көтерді қалғанша. Служебный роман. Служебный роман. Служебный роман. Ең бәртісті olur. Аға? Құттықтаймын. Қалтасы сақ қойыңыз. Шабыла
Ha barakalla. Emin ediniz. Kaptırak kötü sözleri görmeyin. Al. Mınca katırış. Kalaka, siz sana geldim. Şans var. Bravo değil. Yok hiç de büyük şey. Düzen var. Düzen var. Yok. Düzen yes. Tanrı beni koymuş işte dolu köpü. Benim yüzüm ağama varayım. Bırak hadi ağama. Ya yitemin gidiyor. Gita düzeniz. Dergiyle bileyim mi desin? Ali Muğalim var şimdi. Ali Baba Yesur Kırızbul. Ooo bana geldi. Hangisi kırdı o? Anladım ben kötü buldum. Git. Ha. Valina Dalko. Dışkı ya. Ha bana geldi. Alman aşkına saktak koyunuzlar kelimenin oyunu da ayttık audisyon болады. Soндықтан бәріміз ойынға тарасып отырайық. Мына жақта жүрміз, құдалар жаққа барайық. Яттым. Шықпай қалды. Қане. Сіздерге шанс берілді. Қалай сізге қарай. Астанадан келген құдағай. Бірлер тойырға дейді. Қане, жалғастырамыз. Қане, міне жаратты. Қарай көрме. Жоқ, ақыран бол. Қазір осы. Озан, қойсана екпайларыз. Deniz. Apa sejak kaptis. Jangan kaptis berlian di rumah. Apa? Kali. Mas kamu sekarang. Sizga var. Başka şıkkı var mı? Виталий. Hadi. Sizga şey ne dediniz? Geliniz mi? Bölelim.
Темно-синим лесу, где ты ищешь. Пайғамбарда күйеу баласы сыйлаған дейді. Өтірік болса да берейін. Құда бердім күйеу балаңызға. Кетті. Чоға жоқ. Гәл апай. Береге сақтамай мейлі. Бейзак. Жоқ. Жақсы не білесіз? Өтірік көдір болсын. Қайсы?
Келесі вальс сіздер үшін осы вальс билет тастайтын жасаймасың. Қане, Қаршыға Елданов сіздер үшін тамаша жанды дауыс ән салып, осы вальске билет тастайтын жасаймасың. Сіздердің алдыңызда өнеріміз дейді тұрған Ақсуаттың тумасы, Көкжырағының баласы, Қаршыға Елданов, жыл санат фестивалінің лауреаты, басшылығы егі, Ұзақбаевтың финалисті, Қаршыға Елданов. Quem quiser mostrar essa voz bem sempre. Sen
Сіздер